Рекетерлер түнгі пойызды басып алмақ болды, бірақ ішінде спецназ командирі барын білмеді. Түн, аспан қап-қара, ай бұлттың артына тығылып далаға әлсіз ғана жарық түсіріп тұр. Ал сол қараңғылықты қақ жарып гүрілдеп түнгі пойыз жүйткіп келе жатты. Бұл қарапайым пойыз емес еді. Ішінде әртүрлі тағдыр, әртүрлі адамдар. Біреу үйіне қайтып бара жатыр, біреу жаңа өмір бастауға кетіп барады. Бірақ ешқайсысы бүгінгі түннің қандай болатынын білмеді. Бірінші бөлім, қара жоспар. Пойыздың соңғы вагонында 4 ер адам отырды. Сырттай қарасаң кәдімгі жолаушылар. Бірақ олардың көзқарасы суық, қимылы есеппен. Бәрі дайын ба, деді біреу сыбырлап. Иә, келесі станцияға дейін бастаймыз, деді. Олар рекетерлер еді. Жоспары қарапайым: пойызды бақылауға алу, жолаушыларды қорқытып ақшаларын алу, қарсы шыққандарды аямау. Олар бұл істі бұрын да жасаған, өздерін тоқтататын ешкім жоқ деп ойлайды. Бірақ бір нәрсені есепке алмады. Екінші бөлім, қарапайым жолаушы ма? Ортаңғы вагонда терезеге қарап отырған бір адам бар еді. Жасы шамамен 35-40-та. Киімі қарапайым, қолында ескі сөмке, сырттай қарасаң жай ғана жолаушы. Бірақ оның көздері бәрін байқап отырды. Ол арнайы жасақ командирі еді, спецназ. Демалыстан үйіне қайтып келе жатқан. Бірақ ол бір нәрсені сезді. Вагондағы тыныштық тым жасанды. Бірнеше адам бір-біріне белгі беріп отыр. Бірдеңе болайын деп тұр. Ол жай отырмады. Үшінші бөлім, басып алу басталды. Пойыз станциядан өтті, жылдамдық артты. Сол сәтте тарс, есіктер жабылды, бір рекетер айқай салды. Барлығы орында отырсын, бұл бақылауда. Екінші біреу қаруын шығарды. Пойыз ішінде айқай қорқыш басталды. Телефондарды беріңдер, қарсы шыққанда атамыз. Адамдар үрейленіп қалды. Біреу жылап жатыр, біреу қатып қалған. Төртінші бөлім, қате таңдау. Рекетерлер вагондарды аралап жүрді. Біреуі сол қарапайым отырған адамға жақындады. Тұр, не бар, бәрін бер. Ол баяу басын көтерді. Көз қарасы өзгерген. Сендер үлкен қателік жасадыңдар, деді ол жай ғана. Рекетер күліп жіберді. Не істейсің, батыр ма едің? Келесі сәтте бір қозғалыс, қол бұрылды. Қару жерге түсті. Бәрі секунд ішінде болды. Бесінші бөлім, спецназ оянды. Енді ол бұрынғыдай емес еді. Бұл дайындалған адам. Командир тез әрекет етті. Біреуін есінен тандырды, екіншісін қаруынсыз қалдырды. Үшіншісі қашуға тырысты, бірақ кеш еді. Пойыз ішінде не болып жатқанын ешкім түсінбей қалды. Жолаушылар аң-таң, бір әйел сыбырлап айтты. Ол кім өзі? Алтыншы бөлім, соңғы қарсылас. Бірақ бәрі бітпеген еді. Топтың басшысы алдыңғы вагонда тұрды. Ол тәжірибелі, қауіпті адам еді. Кім кедергі келтіріп жатыр, деп айқайлады. Командир алға жүрді. Екеуі көзбе-көз кездесті. Тыныштық. Пойыз тек гүрілдеп бара жатыр. Сен жалғызсың, деді бандит. Жетеді, деді командир. Сол сәтте қақтығыс басталды. Қатты соққылар, жылдам қозғалыс, әр секунд шешуші. Ақырында командир жеңді. Жетінші бөлім таң атқанда. Пойыз келесі станцияға жетті. Полиция келді, рекетерлер ұсталды. Жолаушылар аман қалды. Бір қарт кісі келіп: балам, сен бізді құтқардың. Командир жай ғана басын изеді. Бұл менің жұмысым. 8-ші бөлім, қарапайым батыр. Ол пойыздан түсті. Ешқандай даңсыз, ешқандай шу жоқ. Жай ғана тағы бір миссия. Бірақ сол түні ешкім ұмытпайды. Бір адамның батылдығы ондаған адамның өмірін сақтап қалды. Қорытынды айта кетсек, кейде батырлар форма кимейді. Олар жай ғана біздің арамызда жүреді. Бірақ қажет кезде олар нағыз кім екенін көрсетеді. Арнаға жазылып, лайк басыңыздар. Бұл художественный тақырыпта жазылған, сәйкес келу кездейсоқтық. Арнаға жазылып, лайк басып қойыңыздар.